бізбен бірге болыңыздар. Битенова Үміт Қыраңқызы 1964 жылы ақпан айының 4-ші жұлдызында Жамбыл облысы Мерке ауданында дүниеге келген. 1971 жылдың қыркүйегінде алғаш табалдырығын аттаған Талас ауданындағы Үшарал орта мектебін 1981 жылы үздік бағамен тәмамдап Шымкенттегі Крупская атындағы пединститутқа оқуға түседі. 1985 жылы Шымкент педагогикалық институтының филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін және шетел тілдері факультетінің ағылшын тілін бөлімін үздік бітіріп, мұғалім квалификациясын алған. Сондай-ақ Қаратау технология білім және бизнес колледжінің құқықтану мамандығы бойынша тәмамдаған. Үміт Битенованың біліктілік дәрежесі кеңесші заңгер. 1985-1993 жылдары Жамбыл облысы Талас ауданындағы Ильич атындағы және Үшарал орта мектептерінде қазақ тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі пәндерінен сабақ беріп, директордың оқу тәрбиесі ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеген. 1993-2003 жылдары Қаратау қаласындағы мектеп-лицейде оқу тәрбиесінің меңгерушісі, психологы болып, кейіннен мектеп-лицейдің директоры қызметін атқарған. 2003-2005 жылдары Қаратау қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп-гимназияның тәжірибелік психологы болып қызмет істеген. Үміт Битенова қазір Жамбыл облысы Талас ауданы әкімдігі мәдениет және тілдер дамыту бөлімі Ұлбике Ақын атындағы мәдениет орталығында шығармашылық бөлім жетекшісі болып қызмет атқарып жүр.